жеміс-жидек көру, жолда адасу, ұшып жүру, шет елде жүру деген сияқты түстерге қарама-қарсы болып жорылады. Яғни шаршаған, рухы құлазыған, қиындықты еңсере алмаған адам жолда адасу түстерін көретін болса, рухы тыныш, өзіне сенімді, көңілі толған адам түсінде әртүрлі жемістерді көреді. Және мезгілдік жемістер сол мезгілде жетістіктер болатынына жорылады. Мысалы, түсінде қарбыз жеген адам үшін жаз айлары сәттілік айы болып тұр деген сөз. Қарбызды көп жеу, көп зәр шығаруына себеп болған үшін түсіңде жиі көру бүйрек ауруына жорылуы да мүмкін. Банан, апельсин, мандарин секілді жемістер адамның қыстан жеңіл өтетін белгісі болмақ. Әйел адам үшін қызанақ, анар секілді қызыл жемістер жатырдың қызметіне жорылады. Алма, өрік, шие секілді талда өсетін жемістер адамның зейнетке шығатынына не еңбегінің жемісін көретініне жорылады. Бұл түсті ауыр жұмыс атқарып жүргендер көрсе, ол жұмыстың бітіп сіздің жеңілдік сезінетініңізге жорылады. Лимонды түсіңізде көру, егер өмірде ол жемісті анда-санда пайдаланатын болсаңыз, сіз үшін ол сауығу, бір әдеттегі әрекетті жасау деген секілді мидың сигналы болып жорылады. Ал суықтаған адам лимон шай ішу әдетінде болса, оның ауырып тұрғанына немесе сауығып жатқанына белгі болады. Ал тек Рамазан айында пайда болатын құрманы түсіңде көру, ораза ұста немесе Рамазан оразасын қазасын өте деген белгіге жорылады. Жемістермен бірге көкөністерді айта кетейік. Егер адам түсінде сәбіз, картошка, капуста секілді тұрмыс көкөністерін көретін болса, ол үйде береке, қуаныш болатынына жорылады. Ал оларды тамақ, яғни пісірілген күйінде көрсе, жақсы ниетке жетеді, жақсы ниетінің орындалатынына жорылады. Бұларды жиі көрген адам бұларды көп тұтынып қойғанына жорылуы мүмкін. Ал сіз қандай жемісті немесе көкөністі көрдіңіз? Комментарийге соның смайлигін жіберіңіз.